Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін сіздермен формула жазып үйренуге бағытталған келесі алға шығаратын есебіміз квадраттың қабырғалары а айнымалысы арқылы берілген дейді. Яғни мынау квадрат барлық қабырғалары тең және осының бір қабырғасының ұзындығы ұзындығын а деген айнымалымен береміз. Ұзындығының мәнін а деген айнымалымен береміз. Квадраттың периметрін табу керек дейді. Яғни периметрдің формуласы ол геометрия курстан п тең 4 көбейтілген а-ға тең. Яғни барлық қабырғалардың ұзындығының қосындысына тең болады екен. Java'да шығарамыз. IntelliJ-ден қосамыз. Так, don't show this деп close. Мына жақта алдыңғы шығарылған нелерімізді біз өшіріп тастаймыз. Мына жақта так close projects деген бар. Енді project IntelliJ projects new project. Мына жерге проектіміздің атын береміз. Бұл бізде квадрат периметр деген есеп. Мынау location біз мынау программа жазған кезде оның проектісі Java документтің ішінен Java project деген папкаға түседі. По умолчанию сол істеп қойдық алдында. Create git репозиторий керек емес бізге. Add sample code мына жерге галочка қойсыздар міндетті түрде. Одан кейін барып запускать етеміз. И біз мына жерден main деген не шығады. Осы mainге жазатын боламыз программамызды. Mainнің ішіне жазамыз. Мына жерде мынау қараңыздар. Main string args аргументтері мына жақшаның ішіне жазамыз кодты. Енді бізге қараңыздар. Бұл есепті шығару үшін бізге бірінші integer типті қараңыздар. Біз мынаның мәнін интежерді бүтін сан деп алатын болсақ, ұзындықты бүтін санмен беретін болсақ, яғни 5 см, 7 см деген сияқты. Бірақ 3,1, 3,5 емес та. Бүтін санмен береміз десек, онда а деп аламыз. Енді бүтін санды 4 көбейткен кезде, одан да бүтін сан шығады, сондықтан п деп аламыз. Енді осы а-ның мәнін біз бірден мысалы а тең 7 деп кетсек болады, немесе бұның мәнін консольдан оқысақ болады. Консольдан оқу үшін біз import Java util scanner деген класс бар. Осыны қосамыз. Бұл scanner деген класты мына жақтан scanner деген класстың экземплярын создавать етеміз. Бұл экземпляр любой бір ат бере салуға болады. Мысалы, осылай деген сияқты. Тең new scanner. Мынаның ішіне system енді қоямыз. Енді осы алтының мәнін біз алтын емес консольдан оқитын болсақ, афқа мысалы бағана біздің неміз next integerді оқы дейміз да. Және біздің p-мыз тең болады 4 көбейтілген осы а-ға. 4 көбейтілген а және system out принталанға мынаны hello world орнына s тең қосамыз, осы s-тің мәнін шығарып жібереміз осы жерге. Болды, есебіміз шықты. Мына жақта запуск run запуск етеміз main'ді. Мына жақта проект компилер етеді да, содан кейін барып запуск етеді. Мына жерде бір ошибка шығып тұр қазір. Дұрыс, өйткені мен s деп қате енгізіп жібердім. Мына жерде бұл p біздің перенеміз. p бәрі бір әріп болу керек. Қаттан play басамыз. Квадрат периметрді тексеріп, компилер етіп, запуск етеді. Мына жақта біз мысалға 5 десек, 5 4 көбейткен кезде s тең 20. Негізі мынау s емес, мынау бізде p болу керек еді. Мынау p болу керек еді. Және мына жерге 5 тең дегеннің алдында мына жерге a тең 5 деп жазатын болсақ, онда осы system out принталанды көшіріп алып, мына жаққа қойсақ, және мына алып тастауымыз керек. a тең деп, одан кейін print емес, просто print болады.
запускать етеміз. Сонда 5 тең емес, қазір а тең деп барып 5-ті жазамыз да, сонда а тең деп барып, мысалы 5-ті жазсақ, п тең 20 деп шығарады. Есебім шықты. Сіздер де мынау код жазған кезде осындай қателер шығуы мүмкін. Мысалы кейде болады, соны қатені анализ жасау керек болады. Мысалы біз мынаны а десек, мына жақта да сол кіші а болу керек. Үлкен а болса, ол уже қате болады. Яғни ол мына үлкен а сипатталмаған. Жалпы C++ Java C# үлкен а мен кіші а мен үлкен аның несі екеуі екі түрлі айнымалы болып есептеледі. Яғни регистрге тәуелді деген сөз біздің синтаксисіміз. Одан кейін айнымалардың типтері де дұрыс сипатталу керек. Integer ма, integer типті деген секілді. Және сол бөтен бір айнымалының бағана енгізіп жібердік. Ол сразу қате қалады. Өйткені ол сипатталмаған еді. Мына s деген, мынау программада s деген айнымалыны біз сипаттаған жоқпыз. Егер біз мына жаққа s деп шығарсақ, онда болады. Бірақ біз s-ке сипаттадық, бірақ мына жақта s-ті мештеген жоқпыз да, мына жақта шақырып тұрмыз. Бұл көп жағдайда студенттердің жиі жіберетін бір қателердің бірі болып табылады. Былай алсақ, ол кезде уже қатесіз 5 деп шығарып береді. Қайтадан түзетеміз. Осылай программа эксперимент жасап, көріп, не алатсаңыздар, жақсырақ үйренесіздер программированияны. Әзірге жақсы, сау болыңыздар.